сәлеметсіздер ме? Біздің тақырып тарих пәнін оқытудың жаңа серпілі. Біз тарих пәнін оқытудың жаңа бағыт ретінде ойын құрастырдық. Біздің жолмен таныстырып кететін болсам. Жоба құрылымы: бірінші, сауалнама арқылы ойынның маңыздылығын анықтау, екінші, шырақ батыр туралы квест ойын дайындау және үшінші, үш оқушы арқылы ойынның результатын анықтау. Жобаның мақсаты: бірінші, тарихты үйретудің жаңа формасына негізделген квест ойынның ұйымдастыруы, екінші, ойынды мектеп оқушыларының сабағына қосымша ретінде ұсыну. Жобаның идеясы: өзіміздің осы батырларымызды шетелдің батырларынан жоғары көрсетуге үгіт-насихат жүргізу және де қазақ балалары бос уақытын пайдалы ойнау арқылы тарихи білімдерін арттырады. Аңыз бойынша Парсы патшасы Дарий 150 жыл бұрын Мидияға басып кірген сақтардан кек алуды көздеді. Осылайша біздің заманымыздан бұрын 519-518 жылдары Дарий патша 600 кемеге мінген, 700 адамнан тұратын, жер қарыстыратын қалың қолмен сақ жеріне жойғын жорығын бастамақ болып жолға шығады. Әрбір сақ жауынгері ержүрек, қайсар, отаны үшін жанын қиюға дайын болғанын бүгін айтатын Шырақ батырының ерлігі арқылы дәлелдей аламыз. Шырақ: Дарийдің қалың әскерін жеңу мүмкін емес. Одан да мен құлақ мұрынды кесіп, денемнің сау жерін қалдырмай тілгілеп жолға тастап кетіңдер. Елімді аман сақтап қалу үшін жанымды аямайтын. Тек бір тілегім бар: артында қалған отбасым жетімдік көрмесін. Дарий, сен кімсің? Шырақ: менің атым Шырақ. Өз елімнен көрмеген қорлығым қалмады. Олардың кегімді қайтарғым келеді. Сақтардың қолбасшылары мен әскерін қайда жасырғаны маған мәлім. Сендерді сақтарға баратын жолды көрсетем. Сақтар құдықтарды улап, шөптерді өртеп кеткен. Ол жақта ауыз су жоқ. Мен төтесінен баратын жолды білем. Сендерді дәл үстелерінен түсірем. Дарий: қашан жетеміз? Шырақ: аз қалды, сәл шыдаңдар. Дарий: бізді мұнда неге алып келдің? Шыныңды айт, әйтпесе өлтірем. Шырақ: жеңіске жетті деген осы. Ата жұртым жаулап алмақ болған Дарий патша бастаған қан құйылулы жауды жалғыз өзім шөлде қамап дымын құртып тұрмын. Төрт жақтарын бетпақ дала, бастарын ауған жаққа жүре беріңдер. Бірақ айтпады деме, 7 күнге дейін шөл даладан көз аспайсыңдар. Аштық пен шөл азабын көресіңдер. Ал менде ешбір арман жоқ. Кіндік қаным тамған, туған жерімде қаным төгіледі. Денем осында көміледі. Артында аман есен халқым қалады. Барса келмес құмына еніп кеткен қалың әскер қайтып шығуға жол таба алмай, әбден шаршап, қалжырап шөлден қырылады. Дарий азғана әскермен аман қалады. Біздің жобамыз негізінен мектеп оқушыларына арналғандықтан, біз бүгін Алматы облысында орналасқан Сәдуақас Серкебаев атындағы орта мектеп гимназиясының ұстаздары мен оқушыларын өз жобамызбен таныстыруға және де жоба туралы ойларын білуге келдік. Мен бұл ойын балаларға пайдалы әрі қызық болады деп ойлаймын. Жобаларымыз оқушылардың тарих пәніне қызығушылығын арттырып, зерттеуде көмегін тигізетініне сенемін. Сәттілік. Көп ойнаймын. Қолдаймын. Менің ойымша тарихты ойын арқылы зерттеу өте қызық. Тиімді. Бұл жаңаша формат болғандықтан көп мағлұмат аламын деген ойдамын. Бос уақытында ойнаймын. Менің ойымша тарихқа қызығушылығымызды арттыруға көп пайдасын тигізеді. Тиімді, себебі маған да тарих пәнінен ұбт-ға дайындауға көп көмегін тигізеді. Жоқ, мен ондай ойындарды көп ойнамаймын. Әрине қолдаймын, өйткені әр нәрсенің өз жақсылығы болады. Егер ойын шығатын болса, неге қолдамасқа? Пайдалы жақтары өте көп деп есептеймін. Соның бірі есте сақтау қабілетін де өте қатты арттырады. Сауалнаманы қорыта кетсем, жоғарыда көргендеріңіздей, мектеп ұстаздары да оқушылары да жобамызды толыққанды қолдап отыр. Яғни, біздің ойынымыз оқушылардың білімін арттыруға өз үлесін қоса алады деп нақты сеніммен айта аламыз.
маған өте қатты ұнады. Ойындағы мәліметтердің 100% есімде қалды деген ойдамын. Ойын тарихты зерттеуге өте қызықты әдіс екен.